Қайырлы күн, құрметті көрермен, құрметті ұстаздар қауымы. Еңбек демалысында жүрсеңіздер де категория көтереміз деп еңбектеніп жатқан ұстаздар қауымы, сіздерге сәттілік тілеймін. Алдағы болатын тесттен аман-есен өтулеріңізге тілектеспін. Мен өзімнің кішігірім кеңесімді беріп өткім келеді. Құрметті көрермен, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бұл мен үшін үлкен қолдау. Және видеоны соңына дейін қарасаңыз, нұр үстіне нұр болар еді. Тестке дайындық үстінде жүрген және енді тест тапсыратын әріптестеріңізге бұл видеоны жіберіп қойсаңыздар болады. Құрметті әріптестер, мен бұл видеода өзімнің тестке дайындығым жайында және қалай дайындалғандығым, сол дайындалған сұрақтар келді ме, осының барлығына жауап беретін боламын. Тест барысының қалай өткендігі, жаңа сұрақтар бар ма, осының барлығына жауап беремін. Сұрақтарды қайдан алып дайындалуға болады, осының барлығына осы видеода жауап таба аласыз. Құрметті әріптестер, мен жалпы тестке 2 апта қалғанда дайындалдым. Өз пәнімнен бірінші дайындалдым. Екінші аптасында оқыту әдістемесінен дайындалған болатынмын. Жалпы тестке дайындықты ең алдымен ақылы тесттер сатып алып дайындалуды ұсынар едім. Себебі көзіңіз үйренеді, өзіңіз үйренесіз, және де кейбір сұрақтар базада да кездесіп жатады. Сондықтан да ақылы тесттерді тапсырып көру керек. Қандай сайттан сатып алып дайындалуға болады? Астында сайттың сілтемесін жазып кететін боламын. Екінші кеңесім, әрине, барлық әлеуметтік желілерге өзі тапсырған ұстаздар өз дайындықтарын салып жатады. Сондай видеоларды қарауға, тест сұрақтарының Word түріндегі және PDF түріндегі сұрақтар жиынтығы, соның барлығын қарау керек. Біреусінен болмаса біреусінен келіп жатады. Үшінші кеңесім, Тест-центр KZ ресми сайтының өзінде қандай тақырыптағы сұрақтар келетіні Тест-центр KZ сайтында жарияланады. Сол жерден өз пәніңізге дайындықты сол жерден алуға болады. Және оқыту әдістемесінің де қандай тақырыптағы сұрақтардың келетіні сол Тест-центр KZ сайты өзі жариялайды. Сол жерден де қарауға болады. Оның да сілтемесін астыңғы описание бөлімінде қалдырамын. Құрметті ұстаздар, Тест-центр KZ сайтында жарияланатын педагогика және өз пәндеріңізден келетін сұрақтардың тақырыптарын қалай алу керек, мен келесі видеода айтатын боламын. Айтылған ақпараттарды пайдаңызға жаратарсыз деген үміттемін. Видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдырып, әріптестеріңізге таратыңыздар.